орын алған жағдайдан кейін шұғыл түрде аймақ басшысы тиісті мекеме басшыларын жинап шұғыл шаралар көруді тапсырған болатын. Бүгінгі күні сол толық бізде арнайы аккредиттелген құрамында экспорт мамандары бар мекемелер толық тексеруден өткізіп, осы Қызылорда қаласы аумағында 22 жатақхана және аудандардағы 8 жатақхананың толық жағдай зерделенді. Нәтижесінде Титова 32-ші үйдің қазіргі кездегі жағдайы сын көтермейтіндігі анықталды. Ол жөнінде қазір тиісті комиссия жұмыс жасап жатыр, қала әкімдігімен бірлесіп. Екінші мәселе, осы 22 жатақхананың үшеуі 2012-2014 жылдары күрделі жөндеуден өткен, қазіргі кездегі жағдайы жақсы. Сонымен қатар 18 жатақхананың қазіргі кездегі жағдайы күрделі жөндеу жұмыстарын күшейту жұмыстарын жүргізуді қажет етеді. Сондықтан бұл жөнінде қала әкімдігіне ұсыныс берілді. Қазіргі кездегі осы күрделі жөндеу жұмыстарына шұғыл кірісу шараларын қолданып жатыр. Біздің тарапымыздан толық ұсыныс берілді. Ал аудандардағы 8 жатақхананың 7-еуі қазіргі кезде жағдай жақсы. Тек Қармақшыдағы агроколледждің жатақханасы 150 орындық. Оның жағдайы сын көтермейтін болғандықтан оған қазір адамдар тұрмайды. Сондықтан ол бос жаңа қадағалап бос тұрған қазір. Титова 32-ні айтасыз ғой, жаңа сын көтермейді деген. Ол жөнінде біз бір емес бірнеше экспорт мекемелерді толық зерттеткіздік. Оның бірінші жағдайы, осы апаттық жағдайға келтірудің себебі дұрыс күтіп ұстамауынан. Сонда тұратын тұрғындардың және пәтер иелер кооперативінің дұрыс күтіп ұстамауынан. Подвалдың өжіресінде әрдайым су, иіс, сонан кейін жаңағы төбесіндегі крышалар моржа шығарған, тағы әр нәрсе істеген, сөйтіп крышадан су ағады, бір подъездін жауып тастаған. Ал подвалдағы жаңағы астына кіретін кезде арнайы мекемелер, коммуналдық мекемелер суын, жылуын, канализациясын жауып барып, астын толық откачка жасап, қала әкімдігінің күшімен сөйтіп барып біздің экспорттар кірді астына. Сол кезде толық зерттеу барысында астындағы негізгі конструкциялары, бетондардың бәрі түсіп қалған, ана постоянно ағалда, парда тұра бергеннен кейін, бірнеше жылдан бері. Сөйтіп, ар жағындағы ішіндегі негізгі жылы арматурасы коррозияға ұшыраған. Бұл уже коррозияға ұшыраған деген сөз, демек өзінің несущей способності, өзінің мықтылығын жоғалтады. Сөйтіп, соның бәрі анықталғаннан кейін, орталай қорытынды нәтижесін бергеннен кейін, біз қала әкімдігіне ұсыныс бердік, қазір тиісті шаралар жүріп жатыр.